Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Ғылым тарихы және философиясы пәні бойынша кезекті семинар сабағын бастаймыз. Бүгінгі семинар сабағымыздың үшінші тақырыбы ғылымның пайда болуы. Семинар сабағы бойынша негізгі жоспарда қарастырылатын келесі мәселелер. Бірінші мәселе ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Екінші мәселе ғылымның тууы тәжірибелік және танымдық іс қызметі тәжірибесінің жиынтығы және білімнің ерекше түрі қалыптасуы ретінде. Үшінші сұрақ ғылым және миф. Осы сұрақтың ішінде ғылым және технология мәселесі қарастырылады. Және соңғы төртінші сұрақ ежелгі мәдениет адамдарының дүниетаным ерекшеліктері. Семинар сабағының мақсаты, яғни ғылымның пайда болу мәселесі, негізгі басты 5 болжамды көрсету. Сонымен бірге Месопотамия, Грекия, Египет, Қытай және үнді мәдениеттері өркениеттік мақсаттары, дамуының технологиялық бағдарламасы, математика, астрономия, медицина білімдерінің қолданбалы қасиеті және практикалық мақсаттарын анықтау мәселесімен байланысты, және әр дәуірдегі ғылыми танымның ерекшеліктеріне, дамуының тарихи бастамасы, ғылымның постпозитивистік және классикалық емес кезеңдерінің ерекшеліктеріне тоқталып, мәнін ашып көрсету болады. Енді бүгінгі біздің семинарымыздың өткізу түрі бұл біз сіздермен ақылдасып шештік. Жалпы ойын түрінде деп, интеллектуалдық ойын деп, сайыс түрінде деп. Сондықтан семинар сабағының модератор ретінде биология мамандығы магистранты Асылай болады бүгін. Келесі кезекті біз Асылайға берелік. Сәттілік барлықтарыңызға. Құрметті магистранттар, енді біздің сабағымыз ғылымның пайда болуы сабағы негізінен 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең, яғни әр 4 командаға бөлінгенбіз. Сол 4 команда әркім өзінің тақырыбын қорғайды. Келесі екінші кезеңі сұрақ-жауап сайысы, яғни викторина ретінде отырады. Сол викторинаның қорытындысында бағалау өтіледі. Яғни бірінші тақырып бойынша ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері тақырыбы бойынша бірінші топқа сөз кезегі берілсін. Негізгі кезеңдері 5 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең бұл алғашқы қауымдық қоғам болып табылады. Біздің заманымызға дейін ол 1-ші мыңжылдықтан 16-шы ғасырға дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл кезең ғылымға дейінгі кезең деп аталады. Және оның барысында ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан қарапайым біліммен қатар, алайда алғашқы философиялық теориялар пайда болған. Және де ғылыми білімнің бастауы табиғи философияда оның элементтері ретінде қалыптасты. Яғни математикалық, философиялық, астрономиялық және басқа да салалардағы мәселелерді шешу үшін яғни ғылымдар пайда болды. Және бұл ғылымдар негізінен философиялық аясында жүрген, яғни олар өмірлік тәжірибемен және қолөнермен өте аясыз байланыста дамыған. Және де бұл қарастырылып отырған кезеңде ғылым негізінен философиясында қарастырылып, тәжірибелік және ғылыми өнермен өте әлсіз байланыста дамып, эмбриональды кезең деп аталған. Келесі кезең антика кезеңі, оның тарихы 1000 жылдан астам тарихы бар грек-рим философиясын білдіреді. Антик сөзінің латын тілінен аударғанда көне деген мағынаны білдіретінін ескерсек, бұл жалпы философиялық ой дамуының бастапқы кезеңін сипаттауға болады. Алайда қалыптасқан дәстүр бойынша антикалық дәуір тек батыстың, соның ішінде грек-рим әлеміне қатысты айтылады. Антикалық философия алғашқы қауымдық құрылыстан басталып, сол келесі кезеңге дейін жалғасады. Қолы үйреншілік дәуірде өмірде дүниеге келіп, оның хронологиялық шеңберіне келетін болсақ, бастауы сонау 6-шы және 7-ші ғасырдан басталып, Юстиниан дәуіріне дейін жалғасады. Оның Богомоловтың айтуы бойынша антикалық кезең 3-ке бөлінеді. Біріншіден антикалық философияның қалыптасуы немесе Сократпен аяқталатын ерте классика. Екіншісі классикалық грек философиясы. Және үшіншісі эллиндік грек философиясы.
Жалпы орта ғасыр философиясының үшінші кезеңі ол құл иеленушіліктің қоғамның күйреп, батыс Еуропа елдеріндегі феодалдық қарым-қатынастардың қалыптасып, христиан дінінің кеңейе жайына байланысты, және де осы патқа табынушылықтар және шіркеу әкелерінің арасындағы үнемі күрестің өрбу нәтижесінде бізде екі кезең қалыптасты, яғни ол схоластика және патристика кезеңдері. Алғашқы патристика кезеңі ол біздің дәуіріміздің 3 және 5 ғасырында патқа табынушылыққа қарсы және христиан дін догматтарын мадақтау және шіркеу әкелер мадақтау нәтижесінде пайда болған көзқарастардың жиынтығы. Екінші кезеңі ол схоластика кезеңі деп аталады. Схоластика кезеңінің өзі негізгі 3 кезеңнен бөлінеді, яғни алғашқы кезеңі балазы кезең біздің ғасырымыздың 9 және 12 ғасырлар аралығын қамтиды. Бұл жағдайда ғылым мен философия теологиялық көзқарастардың дамуы өрбу нәтижесінде пайда болған. Екінші кезең кемелденген схоластика деп аталады, яғни бұл 13 ғасырды қамтиды, және де бұл жағдайда Аристотельдің ойлары, еңбегі кең таралғаннан кейін түрлі жаңағы көзқарастар қалыптасып, тұжырымдамалар айтыла бастаған. Үшінші кезең құлдырау кезеңі, яғни 14-15 ғасырларды қамтиды. Мұнда шынайы ғылым мен философиялық ойлардың қарқынды дамуы. Мұнда көрнекі өкілдердің бірі ол Әл-Фараби және де Ибн Рушдтың ойларының айтып кетуге болады. Енді келесі кезең туралы айтатын болсақ, ол классикалық кезең. Классикалық кезең ғылымның дамуында 18 ғасырдың ортасынан және 19 ғасырдың 20 жылдарына дейін үстем болып келді. Енді классикалық ғылым дамуының кезеңі туралы айтып кететін болсақ, өзінің бір қатар ерекшеліктері бар. Басты ерекшеліктері ол ғылымның натурализмге жақын болуы, яғни табиғаттың өзінің өзгеруден тек қана өзгермей қозғалмай жүрмеуі ғана емес, оның да физикалық, химиялық, механикалық, метафизикалық және биологиялық қарым-қатынастарын ашық, анық түрде жеткізу болды. Екінші және бағыт туралы айтып кететін болсақ, оның басты бағыттары элементаризм, антиэволюционизм және тағы да басқа табиғатқа жақын бағыттары ашыла бастады. Егер механикалық ғылымдар туралы айтатын болсақ, көбінесе осы жылдары физика ғылымдарына баса назар аударылды. Мысал келтірсек, Ломоносовтың атом жайлы және атомистика жайлы ғылымдары және көптеген физик ғылымдардың осы уақытта танылуы көзге көрінді. Және де биология ғылымдары баса назар аударды, себебі адамның өзінің өмірі және адамның ішкі жан дүниесі жаңағы биологиялық жағдайлары қарастырылды. Оның ішінде мысал келтірсек, Шванн-Шлейденнің жасушалық теориясы, Мендель, Морган сияқты ғалымдардың хромосомалық даму күйелерін және көптеген осы уақытта вакциналардың ойланып табуы, оның ішінде Луи Пастер сияқты ғалымдардың ерекше көзге түскендері көрінеді. Және де осы уақытта Эйнштейннің салыстырмалы теориясы дүниеге келген. Осы уақытта ең бастысы ғылымның техникалық прогресске немесе ғылымның техникалық эволюциясының ең жаңартылған, ең мықты кезеңі деп айтып кетуімізге болады. Келесі кезең ол постклассикалық философия 19-20 ғасырдың басында философия ілімдерін қамтиды. Онда классикалық философияның орталық ережелері қайта қаралады және философияның жаңа түрін негізі принциптері қолданылады. Постклассикалық философия классикалық қазіргі және постмодернге өтпелі кезең. Алайда өтпелі болғанына қарамастан оның өзіндік құндылығы мен бірегейлігі бар. Бұл өтпелі философияның өкілдеріне тоқтала кететін болсақ, Шопенгауэр, Сирен Кierkegaard, Карл Маркс, Ницше, Бергсон, Вильгельм, Освальд Шпенглер, Уильям Джеймс, Чарльз Пирс және басқалардың болғанын айту жеткілікті. Постклассикалық философия мектептері ерік философиясы мен өмір философиясын, марксизм, позитивизм және прагматизмді қарастырады. Біздің екінші топтың тақырыбы тікелей ғылымның қалыптасуымен байланысты. Атап өтетін болса, ғылымның туы практикалық және танымдық іс қызметтің тәжірибесінің жиынтығы мен білімнің ерекше түрін қалыптастыру ретінде деп аталады.
яғни өздеріңіз көріп отқандай ғылымның қалыптасуымен тікелей байланысты. Яғни осы тақырып аясында ғылымның қалыптасуының бастауына ой жүгіртетін болсақ, алғашқы өркениет туындаған кезде ғылымның қалыптасуы мифологиялық жүйені сынау мен бұзуды талап етті. Бұдан бөлек ғылымның қалыптасуы үшін тағы да бір керек жағдай ол түрлі мәдениеттер мен жаңа білімдер халықтарды еркін қабылдау мүмкіндігіне қол жеткізетін, яғни бай мәдени жүйенің болуы шарт еді. Мұндай яғни мәдени дәстүрдің болуы біздің заманымызға дейін 6 ғасырда ежелгі Грекияда, яғни эллиндердің арасында пайда болды. Яғни осы ежелгі дәуірде білімнің кейбір салалары даралана бастады. Яғни атап өтетін болсақ, мәселен, мысал ретінде ежелгі грек ғалымдарының эллинистік кезеңде геометрия, механика, астрономия және тағы да басқа ғылым салалары жеке ғылым түрінде бөлініп шықты. Жалпы ғылымның пайда болу мәселесі бойынша жалпы 5 болжау бар. Бұл бірінші болжамға келетін болсақ, кейбір ғалымдар антикалық ғылым феноменіне назар аударып, яғни сол кездегі теориялық ғылымның негіздері қалыптасты деген пікір. Бұл пікірге мысал келтіретін болсақ, Эвклид геометриясын мысал ретінде алсақ болады. Екінші болжау, бұл антика ғылымның ежелгі түрі Мысыр өркениеті туралы айтылады. Біздің заманымызға дейін 4000 жылдықта ежелгі Мысыр өркениетінде математика, химия, астрономия салаларында терең білім меңгерген деп есептеген. Үшінші болжау, бұл соңғы орта ғасыр мәдениетінде ғылымның пайда болуы туралы ғылымның шығуы. Батыс Еуропада соңғы орта ғасыр мәдениетінің өркендеуі деп саналады. Төртінші болжау, бұл ең дәстүрлі деп саналады. Бұл болжау бойынша жаңа заман ғылымның бастамасы деп есептелінеді. Бесінші болжау, бұл ғылымның тарихын жасын анықтау мәселесі. Талдау классификациясын қолдану екі сатыға бөлінді. Және бұл кезде ғылымға дейін және ғылымның өзі деген екі топқа бөлінді. Ғылыми білімнің өзі эмпирикалық, яғни практикалық және теориялық танымдық болып екіге ажыратылады. Оның біріншісі ол эмпириялық білімнің құрылысын қарастыратын боламыз және келесіде танымдық теорияның құрылысын айтып кететін боламыз. Ғылымның бірінші түрі ол эмпирикалық, яғни практикалық түрі. Ғалымдар бірнеше тәсілдерді қолдана отырып, эмпирикалық қорытындылар болып табылатын ғылым заңдарын қалыптастырған болатын. Ол сырттай қарама-қайшы болғанымен, іште ортақ қасиеттері мен қырлары бар жекеленген құбылыстардың арасындағы қайталанатын және қажетті мәнді қатынастар мен байланыстарды бейнеледі. Осылайша біз объективті әлем заңдары мен ғылым заңдарын алып қарастыратын болсақ, олардың айырмашылықтары бар. Оның алғашқысы бізден тәуелсіз және тыс нақтылықтың өзінде өмір сүреді, және екіншісі эмпирикалық қорытындылар күйіндегі олардың бейнелері болып табылады. Келесі ғылымның негізгі түрі ол танымдық. Ғылыми таным дегеніміз бұл шындық адам тәжірибесімен тексеріліп, дәлелденген, яғни нақты білімге қол жеткізуге әкелетін келе жатқан процесс болып табылады. Танымдық негізге жалпы біз гипотезаларды, одан кейінгі заңдарды, қатаң құрастырылған ғылыми теорияларды жатқызамыз. Мысал ретінде физиканы алатын болсақ, бірінші физикада теориялардан бұрын ойлау, яғни болжаулар дамыды, одан кейін 17 ғасырда ғана теориялар дамыды. Мысал ретінде химия мен биологияны алатын болсақ, оларда бірінші болжаулар қалыптасты, одан кейін 18-19 ғасырларда танымдық теориялық негіздер пайда болды. Жалпы, егер көркемдік, техникалық және де саяси салаларда теориялар қалыптасты және қолданыс тапты дейтін болсақ, жаңа ғылыми пәндердің пайда болғанын көруге болады. Мысалы ретінде эстетикалық әрекеттің теориясы, техникалық ғылымдар және де саяси өзара қатынастарда бейнелейтін заңдар, теориялар қалыптасты осы танымдық процесте. Яғни осымен қорытындыға ойысатын болсақ, қысқаша мынандай түйіндеме жасауға болады. Теориялық білімдер өзінің құрамына практикада дәлелденген, орныққан, бекітілген ғылым заңдарын ғана емес, сонымен қатар объективті шындық ретінде мойындалмаған, бірақ
осы жерде теріскейде шығарылмаған айғақтық және теориялық гипотезаларды да әртүрлі эмпирикалық түйіндерді де кіргізеді. Біздің үшінші топтың тақырыпшасы ғылым және миф, ғылым және технология. Ғылым бұл жүйеленген, дәлелденген, қисынға келтірілген білім және объективті шындық. Жалпы миф дегеніміз алғашқы қауымдық қоғам адамдардың дүние туралы, әлемге әмір етуші сыртқы күштер, яғни құдайлар мен рухтар образдары туралы, және табиғаттан тыс құбылыстар мен оқиғалар жөніндегі түсінік. Миф грек тілінен аударғанда аңыз, ертегі деген мағынаны білдіреді. Бірақ мифке ертегі деп қарауға болмайды, себебі миф дінмен тығыз байланысты, сондықтан адамдар дінге қалай сенсе, мифке де дәл солай сенген. Алғаш рет миф философиясын Жан Батиста Вика ұсынған болатын. Ол миф қиял ойыны ретінде қалыптасады деген ұғымды берген болатын. Келесі сөз кезегін әріптесім Майманға беремін. Ғылым процесіндегі басты тұлға адам. Адамның қатысуынсыз ғылымның қалыптасуы мүмкін емес. Сонымен бірге өзін түсінуге, өз мүмкіндіктерін анықтауға, табиғат пен қоғамның ғана емес, өз болашағын болжауға көне заманнан бастап осы күнге дейін талпынып келеді. Және бұл процесс жалғаса бермек. Мифтің санадан ғылымға өтудің аяқталуымен ғылымның танымдық алғышарты пайда болды. Болашақ ғылымның негізін құрды. Ғылымда мифке берілген анықтамалар өте көп әрі ауқымды. Біз бұдан ғылым мен мифтің бір-бірімен байланысты тығыз екенін көре аламыз. Ғылым мен мифтің ұқсастығы. Миф пен ғылым әлемді түсіндіреді. Сонымен қатар ғылым мифологиясыз болмайды. Айырмашылығы: мифтік сана тікелей, ғылыми сана логикалық сипатқа ие. Миф эмоционалды, ғылым объективті, ол өмірді формулаға айналдырады. Ғылым дәлелді қажет етеді, ал миф олай емес. Келесі сөз кезегін әріптесім Арайға беремін. Ежелгі әлемде білім мен әрекет сиқырлы әрекетпен, сонымен қатар діни мифологиямен тығыз байланыста болды. Бұл дәуірдің барлық технологиялары діни, жергілікті және де дәстүрлі деп бөлінген, ал ғылым әлі де маманданбаған, практикасы сонымен қатар маманданбаған және де тәртіпсіз болған. Соңғы жылдардағы бізде ғылым мен техниканың дамуы үлкен жарылысты еске түсіреді, яғни бүгінгі таңдағы өндірістегі автоматикалық зауыттар, қазіргі кезде бүкіл әлемде таралған интернет жүйесі, теледидар, сонымен қатар ұялы телефондар және де ғарышта орналасқан станциялар, олардың жерсеріктері қазіргі кезде ғылымның жетістіктеріне негізделген. Ғылым мен техниканың дамуын тоқтату мүмкін емес, ал осы ғылым мен технологияның бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Бірінші айырмашылығы ғылым дегеніміз ол белгілі бір пәнді зерттеу, ал технология қолданбалы ғылым. Екінші айырмашылығы ғылымның мақсаты ғылым үшін білімге ұмтылу болса, технология адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын жүйелер жасауға бағытталған. Үшінші айырмашылығы ғылым бір нәрсені түсіндіруге ұмтылады, ал технология болса бір нәрсені пайдалануды дамыта түседі. Келесі сөз кезегін әріптесім Ержанға беремін. Ғылым мен технологияға байланысы туралы бірнеше көзқарас бар. Бірінші көзқарас ол басты рөл ғылымда деп есептейді. Өйткені ғылым білімді өндіреді, ал білім арқылы технология кейін оны тәжірибе кезінде жүзеге асырады. Келесі көзқарас ол технология мен ғылым өз беттерімен дамиды. Өйткені олардың итермелеуші күштері әртүрлі. Ғылымның итермелеуші күші ақиқат, ал технологияның итермелеуші күші практика. Ал келесі көзқарас, үшінші көзқарас, технология басты рөл атқарады. Өйткені технологияның қажеттілігіне орай ғылым дамиды. Келесі сөз кезегі әріптесіме беріледі. Рахмет, Ержан. Сонымен қорытындылай келе, ғылым ол өте күрделі және кең ауқымды қоғамдық феномен болып табылады. Ғылымда мифқа берілген анықтама өте көп. Миф тек қана жанр емес, ол күрделі жанр болғандықтан оған анықтама беру қиын. Бүгінгі таңда ғылым мен техниканың гуманитарлық пәндердің дамуына қарамастан мифтерге сену, олардың жаңа түрлерін тудыру осы уақытқа дейін жалғасып келе жатыр. Ғылым мен техникаға тоқталатын болсам, қазіргі заманда ғылым мен техниканың маңызы зор. Яғни маңызды аспектілерінің бірі бұл күрделі қиын мәселелерді, елдің жалпы өсуі үшін негізгі қиындықтар болуы мүмкін мәселелерді шешу болып табылады. Біздің топқа берілген тақырып ежелгі мәдениет адамдарының дүниетанымдарының ерекшеліктері. Жалпы дүниетанымның қалыптасуы ұзақ және күрделі процесс.
оның барысында жеке көзқарастар және сенім жүйесі дамиды, қалыптасады. Егер адамның көзқарас жүйесі оның санасының, сезімдерінің бірлігіне сенсе, тек ол сол жағдайда ғана онда әлем туралы тұтас түсінік қалыптасады. Дүниетаным процесінде әртүрлі факторлар, мәселен әлеуметтік орта, оқыту, тәрбие, жаппай ақпарат құралдары әсер етеді. Дүниетаным жеке білімдермен емес, ол жүйелі ғылымдардан тұрады. Ежелгі мәдениет адамдарының дүниетанымы негізінен қиял ғажайып ерекшеліктер арқылы өріледі. Мысалға алатын болсақ, сенім нанымды оқиғаға айналдыру және әсерлеу барысында жүрді. Келесі сөз кезегін Мысырдың өркениетіне дамуына береміз. Біздің жыл санауымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықта ертедегі Мысыр медициналық, географиялық, астрономия мен астрологиялық, акустика мен риторикалық, философия мен математикалық білімдердің бастамасы болған мәдениетті мемлекеттің бірі болғаны тарихтан белгілі. Табиғаттан тыс сиқырлы күшке деген сенім туралы ілімдер барлық нәсілдер мен халықтардың дүниетанымына зор әсер тигізді. Геродот Мысырды Нілдің сейі деп атап кеткен. Шын мәнінде ертедегі мысырлықтар Ніл өзені арқасында күн көрді. Ніл өзенінің суы арнасынан асып тастайтынын, ал күн мизам шоқжұлдыздардың тұсына жақындап келгенде судың қайтатынын мысырлықтар біздің жыл санауымыздан 6000 жыл бұрын айтып кеткен болатын. Табиғаттың осындай заңдылықтары мысырлықтарды астрономиямен шұғылдануға мәжбүр етті. Бұл туралы Ніл суының көтеріліп, басылу кезеңдерін есептеп шығарудың қажеттігі Египет астрономиясын туғызды деп Карл Маркс айтып кеткен болатын. Келесі сөз кезегін әріптесім Меруерт Естам. 5-6 ғасырларда Қытай мемлекетінде өнер, әдебиет және ғылым дами бастады. Адамдардың табиғат жөніндегі танымы кеңейіп, табиғат халық емшілігі, аспан әлемі туралы көптеген жаңалықтар ашыла бастады. Ежелгі Қытайда қағаз жасау, кітап шығару, шөптердің құрамын біліп дәрілер әзірлеу ерте дамыды. Халық емшілігі жайлы дүниесіне әйгілі бола бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-3 ғасырларда конфуцийшілдік, маоизм, легизм мектептерінің қалыптасуы нәтижесінде Қытай философиясы пайда болды. Қытай халқы жаратылыстану және техникалық жаңалықтарды Қытайда бірнеше жүз жыл бұрын пайда болған. Келесі сөз кезегі Құралайға. Ежелгі Үндістан тарихындағы алғашқы дерек көздерінің едәуір бөлігі жоғалып кетті. Біздің заманымызға дейінгі 2 және 1 мыңжылдықты бас кезінде аршылардан бастауға болады. Үндістанда қоғам мен мемлекеттің пайда болуынан бастап, мемлекет таптық өкілдерге бөліне бастады. Ол топтық өкілдерді варналар деп аталды. Ол варналардың құрамында брахмандар, кшатрийлер, вайшылар және шудралар болып бөлінді. Ежелгі үнділіктердің ой толғамдарының алғашқы ескерткіші ведалар болды. Ол санскрит тілінен аударғанда білім деген мағынаны білдірді. Ведалар құрамына ригведа, брахмандар, араньяктар және упанишаттардан құралды. Упанишаттардың рухани бастау ілімінен өте көп көңіл бөлді. Ол білімді 2 түрге бөліп қарастырды. Оның біріншісі жоғарғысы және екіншісі ол төменгісі. Ежелгі үнді философиясы мектептерін 2 бағытқа бөліп қарастыруға болады. Олар астика, ведаларды мойындайтындар және настика, веданы мойындамайтын өкілдер. Енді келесі сөз кезегін Балжанға ұсынамын. Ежелгі грек философиясының негізі дамыған жері ол жерорта теңізінің маңындағы қалалар және аймақтар болып табылады. Негізі грек философиясы бұл Грекияда емес, ең алғаш біздің заманымызға дейін 6 ғасырда Милет қаласында пайда болған. Мысалы, сол грек философтарының ең үлкен үлгісі ретінде Сократты айта аламыз. Сократ негізі жасында мүсін жасаумен айналысқан қарапайым адам, кейіннен қоғам қайраткеріне айналған. Оның негізі әрбір философтың өзінің жеке бір қағидасы болған және соны адамдарға дәлелдеп түсіндіруге тырысқан. Ал енді сабағымыздың 2 кезеңіне өтейік. Сабағымыздың 2 кезеңі сұрақ-жауап сайысы, яғни викторина ретінде өтеді. Көріп отырғандарыңыздай 4 категория берілген, яғни әр категорияда 30, 50, 80 және 100 балға сұрақтар бар. 30 балға оңай сұрақтар, 100 балға күрделі қиын сұрақтар. Яғни бірінші топ мысалға келтіретін болсақ, бір категорияны таңдап ұяшық таңдайды, яғни сол сұраққа жауап береді. Сұраққа жауап беру үшін 20 секунд уақыт беріледі. Сұраққа жауап жоқ болса, немесе қате болса, екінші топқа яғни жауап беру құқығы беріледі. Яғни сіздерге бірақ сұрақты талқылауға уақыт берілмейді. Яғни сол сияқты 3 сұрақ жауап бермесе, 4-ші топқа яғни жауап беру құқығы солай беріліп отырады. Ал енді сұрақ-жауап сайысын бастайық. Бірінші топ қай категорияны таңдайсыздар? Бірінші категория 30 балл сұрағын таңдаймыз. Сұрақ. Сол кезеңде теория ғылымының негіздері қалыптасты. Алғашқы натурфилософтар немесе физиологтар болған сол кезеңде ақиқатты тануға, жындандыруға, яғни логика мен диалектикаға назар аударған. Айтылып тұрған қай кезеңнің сипаты?
бойынша антика кезеңі. Дұрыс жауапты қарайық. Жауаптарыңыз дұрыс, бұл антика кезеңі. Келесі екінші топ. Үшінші категория елу. Үшінші категория елу сұрақ. Платон менің досым, бірақ ақиқат қымбатырақ деген сөздердің авторы кім? Жауап. Бұл көп жерде кездесетін дәйек сөз, яғни бірінші ұстаз аталған болжамы бойынша Аристотельдің сөзі болды. Жауаптарыңыз дұрыс, бұл Аристотель. Үшінші топ. Екінші категория елу. Сұрақ. Ойды аяқтаңыз. Орта ғасырда ақиқаттың өзгеше және шешуші өлшемдері қалыптасқан. Әсіресе авторитетке сілтеме жасау. Ал авторитет орта ғасыр мәдениетінің шеңберінде ол Жауабымыз Құдай деп ойлаймыз. Жауаптарыңыз дұрыс, бұл Құдай. Келесі, төртінші топ. Төртінші категория елу бол. Төртінші категория елу. Сұрақ. Индуктивті әдісті қолдану ғылымның дамуының қай кезеңіне тән? Біздің ойымызша жаңа заман ғылымы. Жаңа Жауаптарыңыз дұрыс. Топ сұрақтың негізгі өздеріңізде. Төртінші категория 80 балл. Грек сонымен бірге бүкіл еуропалық табиғат туралы ғылымның нағыз бастаушысы деп кімді сипаттаған? Жауапты Аяжан айтады. Бізде жауап дайын. Біздің ойымызша ол грек сонымен бірге бүкіл еуропалық табиғаттың туралы ғылым нағыз бастаушысы деп айтып кеткен Фалестің шәкірті Анаксимандр деп есептейміз. Дұрыс жауап. Фалестің шәкірті Анаксимандр. Келесі екінші топ. Төртінші категория 100 балл таңдаймыз. Түбінде анатомия мен медицинаның бастаулары бар және көз, тіс, хирург мамандарының пайда болуына себеп болған ежелгі елдің қандай практикасы? Бізде жауап дайын. Ежелгі Мысыр абыздарының жорал болар шығар. Дұрыс жауап. Ежелгі мысақтардан мумия жасау практикасы. Келесі үшінші топ. Таңдауды жүріп өздеріңізде. Үшінші категория 30. Үшінші категория 30. Сұрақ. Ең данышпан сан заттардың иесі деген тұжырымдаманың авторы кім? Бұл жауабы Пифагор. Дұрыс жауап. Келесі. Екінші категория 80 бол. Сұрақ. Нил суының көтеріліп басылуы кезеңдерін есептеп шығарудың қажеттігі Мысыр астрономиясын туғызды деген сөздердің авторы кім? Бұл сөздердің авторы Карл Маркс. Дұрыс жауап. Бірінші категория 100 балл. Сұрақ. Индуктивті ғылымдар кафедрасының профессоры Морис Шлик басшылығында құрылған Вена ұжымын
философияның қай мектебінің немесе бағытының пайда болуымен байланыстырады? Жанр жауап береді. Біздің жауабымыз дайын. Біздің ойымызша ол рационализм. Ал дұрыс жауапқа назар аударайық. Дұрыс жауап логикалық позитивизм немесе неопозитивизм мен логикалық эмпиризм. Өкінішке орай қате жауап. Сұрақ. Лабораториялық алхимияның екі түрі болған. Ол қандай түрлер? Бізде екінші топта нақты жауап жоқ. Нақты жауап жоқ. Бірінші топтан Айжан жауап береді. Бірінші топ аха. Ол саяшылардың эффектке бағытталуы, содан кейін екінші ол бәрінен алшақ түрін тазартуға сондай болу керек. Дұрыс жауапты. Саяшылар механикалық эффектке бағытталған, бәрінен алшақ түрі тазарту мен медитативтік практикаға бағытталған. Ал енді келесі таңдау кезегі үшінші топта. Екінші категория жүз. Сұрақ. Ол логикалық позитивизмнің жетекші өкілі, ол ғылымның унификацияланған, яғни біртұтас тілін құра отырып, таза синтаксистік тәсілдің жеткіліксіздігі және семантиканы, яғни тіл мен оның сипаттайтын объектілер арасындағы қатынасты ескеру қажеттілігі туралы қорытындыға келді. Ол кім? Біздің жауап Рудольф Карна. Жауаптарыңыз дұрыс, Рудольф Карна. Келесі таңдау кезегі төртінші топқа. Бірінші категория 50 балл. Сұрақ. Кеңістік пен уақыттың мәнін анықтауға Айнштейн философиясында екі концепция қалыптасқан: субстанционалды және реляционды. Субстанционалды концепцияның бастаушылары кімдер? Cevabımız Демокрит және Платон. Келесі таңдау кезегі бірінші топ. Екінші категория 30 балл. Екінші категория 30 балл. Сұрақ. Дүниені түсіндіруде су бәрінің бастамасы деген натурфилософ кім? Жауап дайын. Біздің ойымызша бұл натурфилософ Фалес болып табылады. Дұрыс жауапты назар аударайық. Фалес келесі кезек екінші топта. Бірінші категория 80. Сұрақ. Орта ғасырдағы 7 еркін өнер болған, ол қандай өнерлер? Екінші топтың жауабы дайын. Жеті өнер яғни диалектика, травиум, грамматика, риторика, квадриум, арифметика, астрономия, музыка және геометрия. Дұрыс жауап тексерейік. Травиум, диалектика, грамматика, риторика, квадриум, арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Келесі кезек үшінші топта. Үшінші категория 100. Үшінші категория 100. Сұрақ. Карл Густав Гемпель түсіндіру логикасы атты шығармасында түсіндіру екі бағытты құрылыстан тұрады деген экспонандум және эксплаланс. Эксплаландум мен эксплаланстың мәні неде? Жауап бар ма? Жауап жоқ. Жауап беріп қой, келесі топқа беріледі. Төртінші топ. Жауап бар ма? Бізде нақты жауап жоқ. Біз жауап берсек болады ма? Бірінші топта жауап бар. Бірінші топ? Егер Карл Густав Гембельдің түсіндіру логикасына келіп тоқталсақ, және екі бөліктен тұрады
өте екен. Біздің ойымша ол эксплананда дегеніміз құбылысты түсіндіру, ал экспланандас деген құбылыстың өзінің сипаттамасына дәл келеді деген ойдамыз. Ал енді дұрыс жауапты сөйлейік. Экспланандың құбылыстың сипаттамасы, эксплананд сол құбылысты түсіндіру үшін ұсынылған пікірлер тобы. Ал енді сайысымыздың қорытындысына келетін болсақ, ең аз балмен 4-ші орынды алған 3-ші топ 180 балл. 3-ші орында 4-ші топ 210 балмен. 230 балмен 2-ші орынды иеленген 2-ші топ және 1-ші орында 320 балмен 1-ші топ. Ал енді қорытынды сөз кезегін біздің оқытушымызға берсек. Сонымен құрметті магистранттар, кезекті семинар сабағының аяқталғанын хабардар етеміз. Бүгінгі семинар сабағына атсалысып, бүкіл жоспарда көрсетілген мәселелерді жан-жақты ашуға белсене қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Енді бүгінгі сайыстың нәтижесін жаңа біздің модератор өте жан-жақты өзінің жұмысымен де, жүргізу тәсілімен де Асылайға біз көп алғысымызды білдіреміз. Қорытындысын өзі шығарды. Менің айтайын дегенім, әрине бұндай мәселеде барлық команда мүшелері бірінші орында деуге болады. Бірақ орындар уже барлығына берілді, таратылды. Бірақ соған қарамастан бірінші сайыста кезеңіне қатысты менің командалық негіздегі ой қорытындымды жіберсем, негізінен бірінші сайыс бойынша өз пікір ойымен бөлісіп, тақырыптың мән-мазмұнын ашуда өте жақсы көрінген 3-ші, сосын 4-ші команда мүшелері деп мен ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.